Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз көкөністерден жасалған сорпа пюресін және сарымсақ қосылған қытырлақ дәмді нан жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бұл тағамға сіздер қалаған көкөністеріңізді салуға болады. Мен бүгін тәтті бұрыш, сәбіз, қызанақ және пияз салатын болдым. Барлық көкөністерді видеодағыдай үлкендеу қылдырып турап, бір ыдысқа салып қоямыз. Сарымсақты да екіге бөліп, осы көкөністердің үстінен қоямыз. Барлығын тұздаймыз, бұрыштаймыз. Мен прованс шөптерін қостым, майлап, пештің ішіне салып қоямыз. Алдын ала пешті 220 градуста қыздырып, көкөністерді 35-40 минутта пісіреміз. Ал енді сарымсақ қосылған қытырлақ дәмді нан жасаймыз. Сары майға майдалап туралған аскөк шөбін қосамыз және көкөністердің ішінен сарымсақты аламыз да сарымсақты қосып, барлығын араластырамыз. Үстінен сырды қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып, нанды екіге бөліп, нанның үстінен жағамыз. Осы нанды қызып тұрған пештің ішіне 5-7 минут қыздырып аламыз. Дайын болған көкөністерді панның ішіне салып, қайнатылған су және кіреге қосып қайнатамыз. Дайын болған сорпаны блендермен араластырамыз. Сол уақытта нанымыз да пісіп қалады, өте қытырлақ, хош иісті, ыстық болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Сорпаның үстінен мен фета сырын салып қойдым. Осы видеоны соңына дейін қарап мені қолдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше және астарыңыз дәмді болсын.